Таразда отбасы құндылықтарын нығайту және балалар тәрбиесіндегі әкелердің рөлін арттыруға ерекше көңіл бөлінуде. Осы бағытта Дмитрий Карбышев атындағы нөмір 16 орта мектепте өзіңнен баста балаңа үлгі бол ұранымен ауқымды тәрбиелік іс-шара өтті. Акция барысында оқушылардың әкелері өз балаларына жеке үлгі көрсетіп, тәрбиенің маңызын іс жүзінде дәлелдеді. Адал азамат бағдарламасымен заң және тәртіп тұжырымдамасына ерекше назар аударылды. Білім ордасында ұйымдастырылған бұл іс-шараның маңызы зор. Себебі қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі әке тәрбиесінің рөлін күшейту. Аталған бастама мектеп пен отбасы арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ бала тәрбиесі үдерісіндегі әкелердің жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Қоғамда қазіргі мемлекетіміз білім саласына қойған ең бірінші талабы дейміз, бұл балаларды қауіпсіз әрі жайлы ортада қамтамасыз ету, сонымен қатар балалардың құқықтарын қорғау жүйесін жетілдіруді талап етіп отыр. Яғни әрбір баланың құқығын қорғауға жаңа жүйелер енгізіліп жатыр. Мектеп аумағында бір мезетте бірнеше тақырыптық алаң жұмыс істеді. Оқушылардың әкелері шеберлік сабақтарын, тренингтер мен кездесулер өткізіп, кәсіби тәжірибелермен бөлісті. Ал балаларына белсенді өмірлік ұстанымның үлгісін көрсетті. Әкенің рөлі өте көп бала тәрбиесінде. Сондықтан мен өз балдарымды осы спортпен дайындап, және білімге, қазақтың ұлттық дәстүрлік ырымдарын, тілдерін жетілдіруге, және ойларын, ой-өрістерін дамытуға көптеп өзімше атсалысып, еңбек сіңіріп жатырмын деп ойлаймын. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай бастамалар отбасы құндылықтарын нығайтуға, балалардың заңға, еңбекке және ұлттық дәстүрге деген құрметін қалыптастырады. Сондай-ақ ата-аналар мен мектеп арасындағы сенімді қарым-қатынасты дамытуға ықпал етеді. Қанат Күзберген, Байғани Бүркітбай, Айқын ақпарат.